Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар бүгін үшбұрыштың тамаша нүктелері немесе тамаша кесінділер деп атайды. Биіктіктердің қиылысуын өтеміз үшбұрыштағы. Ең бірінші оны өтпес бұрын біз мынандай нәрсені еске түсіріп алайық. Шеңберге іштей сызылған үшбұрыштың осы шеңбердің центрі осы үшбұрыштың қай жерінде орналасқанын табуымыз керек. Біз үш радиусты жүргізейік. Бұл радиустар бір-біріне тең радиустар. Онда мынау тең беріліш бұрыш DAC деген. Мына бұрыштар тең болады, табандағы бұрыштары. Онда мына биіктігі, оның медианасы, бисектрисасы биіктігі болады. Мына жақтан да солай түсірсек, CAB ол бізде тең беріліш бұрыш. Онда AH мысалға ол биіктік, медиана, бисектриса. И мына жақтан да ADB үш бұрышын алатын болсақ, одан биіктік түсіретін болсақ, AF деп қойсақ, бұл бізде медиана, биіктік, бисектриса. Өздеріңіз қарасаңыздар, мына медиана деп айтқандықтан бізде былай болып тұр. Үшбұрышына шеңбер жоқ деп ойлайық та, үшбұрыштың дәл ортасынан алып орта перпендикуляр жүргізейік. Мына жақтан да орта перпендикуляр жүргізейік. Мына жақтан да орта перпендикуляр жүргізейік. Сол кезде үшеуі бір нүктеде қиылысады екен. Ол нүкте сырттай сызылған шеңбердің центрі екенін көрсетіп тұр. Сонымен біз білдік, что үшбұрыштың қабырғаларының ортасынан шыққан перпендикулярлар бір нүктеде қиылысады екен. Енді біз өзіміздің тақырыбымызға келейік. Биіктіктердің қиылысуы. Араға келетін болсақ, біз мына ABC үшбұрышынан B төбесіне қарама-қарсы жатқан AC қабырғасына B төбесі арқылы параллель түсіп жүргізейік. Мына жақтан да параллель, мына жақтан да параллель. Сонда бізде үшбұрыш пайда болды. Мына жақ көрінбей қалып, түсінікті болды, иә, үшбұрыш пайда болды. Енді қарасаңыздар, бізде мынаны F деп қойын. К. Бізде А, Б, Ф, С деген параллелограмм пайда болды. Өйткені мынаған біз параллельді өзіміз сыздық АБ-ға, СФ-ті. АЦ-ға параллель БФ-ті сыздық. Онда АБ СФ-ға тең, өйткені екеуі параллелограммның қарама-қарсы қабырғалар тең деген бар. Дәл солай АЦ ол БФ-ға тең. Бұл жерде бір М нүктесін қойып қоятын болсақ, М нүктесі. Бұл жерде МАЦБ деген бізде тағы да параллелограмм пайда болды. Тағы да параллелограмм пайда болатын болсақ, параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары тең. Онда МА бізде БЦ-ға параллель болып, және параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары болса, олар тең болып тұр. Онда АЦ МБ-ға тең болады параллелограммның. Сонда біз қарасақ, АЦ МФ-тің дәл жартысы болып тұр. Өйткені жоқ, екі есе үлкен болып тұр. Онда мына орта сызығы болып тұр. Мына жерде де орта сызығы болып тұр, мына жақта да орта сызығы болып тұр. Енді біз білеміз, біз мынандай нәрсе білеміз. Мына арада, мына егерде жаңағы шеңбермен айтқандай, МФ-тің дәл ортасын алып перпендикуляр жүргізсек, потом FK-ның дәл ортасынан алып, мына ортасынан алып перпендикуляр жүргізсек, перпендикуляр, потом CK-ның дәл ортасы, FK-ның дәл ортасы С болғандықтан, онан да перпендикуляр жүргізсек, үш перпендикуляр, орта перпендикуляр деп мына жерде айтып кеттік, бір нүктеде қиылысады дедік. Енді біз білеміз, что АЦ мен МФ параллель. Онда параллель болатын болса, мына жерде 90 градус болатын болса, мына жерде 90 градус болады, өйткені олар айқыш бұрыштар болып тұр. Былай болып тұр, айқыш бұрыштар болып тұр. Онда мына тік болады. Дәл солай, Адан біз перпендикулярна МК-ға перпендикуляр түсірсек, онда ол БЦ-ға да перпендикуляр болады. Және С нүктесіне перпендикуляр жүргізіп едік. Ол FK БА-ға перпендикуляр болғандықтан, онда мына жерде перпендикуляр болады. Содан бүкіл суреттерді өшіріп тастасақ, егерде өшіріп тастасақ, артық керек емес суреттерді өшіріп тастасақ, қараңыздар.
Mына жерде өшпей жатыр. Жын жарайды. Мәселе сонда бізде мындай үшбұрыш пайда болды. А, Б, С үшбұрышы. А, Б, С үшбұрышы. S'дан биіктік былай түсірілді. A'дан биіктік түсірілді. Б'дан биіктік түсірілді. Үш биіктікте бір нүктеде қиылысып жатыр екен. Бізге дәлелдеу керегі осы болған. Рахмет балалар.